ленгір деген не бұл? Якір, зәкір. Қалалар туралы мәліметтер берген кезде жер су аттарымен бірге сол жерде халықтың атаулары да берілген ба? Қолжазбаға тапсырыс бердім, Құдайдың несі шығар, ол қолжазба емес, шатасы басқа бір қолжазбаны алып келді. Сөйтсем, ол Әмин Ахмад Разидің Хафт иқлим, 7 материк, 7 құрлық туралы қолжазбасы екен. Фарабимен баста бұл Фараби болып шыққан кездері де болған. Осы парсы тілінен біздің тарихқа байланысты қаншама кітаптар аударылды осы күнге дейін? Және осымен айналысып жатқан ғалымдар бар ма бізде? Ол сонау ол адам атадан бастап өз өмір сүрген кезеңге дейінгі тарихтың барлығын жазып шыққан. Тарихи, рухани негіздерінің сабақтастығы деген мәселе осы. Қысқаша айтқанда жерұйық әркімнің өзінің туған жері, отаны, мекені, сол өзінің жерұйығы. Сол шарапхананы бүгінде атын өзгертіп тастап, сарапхана қылып тастаған. Көп деген жалған ақпараттар, көп деген мынандай өз ақылына салып тұжырымдама жасайтын адамдардың саны тым көбейіп кетті. Ата бабасын атымен қою, ол да сол тарихи топонимиканың бір жойылуына алып келеді екен. Саламатсыздар ма біздің YouTube арнасының көрермендері? Қазақ халқының этникалық территориясының қалыптасу аспектісіндегі орта ғасырлық топонимика атты ғылыми жоба аясындағы келесі сұхбатымызды бастаймыз. Арнамыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, доцент Төрәлі Қыдыр ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Сіз енді орта ғасырлық түркі әдебиетінің тарихын терең білетін белгілі мамансыз. Жалпы орта ғасырлық түркі, оғыз, қыпшақ, кейінгі қазақ әдебиетіндегі туған жер, ата мекен концепциясының, оның сабақтастығы туралы айтсаңыз. Сонымен қатар аға, орта ғасырлық жазба деректерде қандай жер атаулары осы бізде жиі кездеседі? Жақсы, рахмет. Негізінен сол біздің тарихымыз бен мәдениетімізге қатысты жазба деректер мына исламнан кейінгі кезең, енді оған дейін кезеңдер мына Қытай деректерінде жатады негізінен. Ал енді исламның келгеннен кейін кезеңде бұл негізінен араб парсы тілдерінде жазылған. Оны барлығымыз білетін Жамиат Тауарих болсын, тарихы Гузейда болсын, осы секілді тарихы Табари болсын, жаңағы мұсылмандар тарихының атасы аталған тарихы Бәл-Әми дейді, Байхақи дейді, Байдауи дейді. Осы деректер негізінен парсы тілдерінде жазылған. Ал енді одан кейінгі мына қарасаңыздар, бері қарап Шайбаниттер, Тимуриттер тұсында қайтадан түркі тіліндегі жазба тарихи деректер келе бастады. Сосын Шайбани әулетінің Мауреннахрға қарап ығысуына байланысты, сояқта билік құруына байланысты, ол жерде түркі Шағатай дейміз ғой, сол түркі әдеби тіліндегі жазба жәдігерлер де жандана бастады. Соны мысалы бір ғана Шайбани нама, Шайбани ханға арналған 2 Шайбани нама бар. Біреу Камалиддин Бинай десе, біреу сол Мұхаммад Салихтың Шайбани намасы, екіншісі, үшіншісі жаңа сол Шайбани ханның Шайбани намасы секілді осындай дүниелер жазылған. Әрине, орта ғасырда негізінен, ол кезде біз уммалық кезең деп атаймыз. Уммалық деген сөз әлі миллеттікке, ұлттық деңгейге келе қоймаған уммалық кезеңде, ол кезде негізінен жалпы мұсылмандық үмбет тұрғысынан қаралды. Сондай ол кезде әрине туған жерге, отанға деген сағыныштар болды, бірақ мына 20 ғасырдағы ояну ғасырындағыдай бола қойған жоқ. Ол кезде бір территория аймақта отырды. Ұлттық не қалыптаспаған, әлі тайпалық бірлікте тек қана сол әрине кейбіреулер айтады, пайғамбардың уахуббул уатани минал иман, отанды сүю иманнан дейтін хадисі барлығын алға тартқан, бір кейбір ғалымдар ол хадистің әлсіздігінде атап өткен, ол кейіннен бір пайда болған дүние деп. Сондықтан орта ғасырлық дүниеде негізінен жазба жәдігерлерді қарасаңыздар, арабтар бізді Нахр, өзеннің арғы бетіндегілер деп Мауреннахр атаған. Нахр деген сөз сонда Нахр өзен деген сөз. Өзен деген сөз. Деген сөз арғы беті. Арғы беті деген мағына. Мауреннахр өзеннің арғы бетіндегілер. Әрине біз Хижаз өлкесіне, сондай мына Батыс Азия қарағанда біз өзеннің арғы бетінде есептелеміз. Мауреннахр, сондай Хорасан аймағы, мына Иранның бір шетінде Түркменстан тарапы, сосын Ауғанстан жағын қамтып жатқан. Сосын мына жақтың барлығын Дешті, Қыпшақ өлкесі деп атаған. Енді Дәшт деген бұл дала деген келеді, Қыпшақ даласы деп атайды. Сондай осы жерде тағы бір не шығар, Түркістан. Түркістан атауы екі түрлі немен келеді. Жалпы есім және жалқы есім. Жалпы есім мына Мауреннахрдан кейін Түркістан
өлкесі басталады. Мына оңтүстік Қазақстан барлығын толық қамтыған, оның барлығы сол Түркістан өлкесі ретінде кірген. Ал енді осындай жағрафиялық нелерге бөлінген. Енді тарихи жәдігерлерде, тарихи жазба ескерткіштерде қандай қалалар аттары кездеседі деген уақытта әрине Маураннахрдағы Самарқан, Бұхара, жаңағыдай Шаш келеді, сосын бар мына жақтан Фараб, Сығанақ, Сарьям, Хузиян, Тараз секілді көне қалалардың аттары аталады. Енді біз өзіміз осыдан 15 жыл бұрын Иранның Мәжліс кітапханасы деген кітапхана бар. Сол жерде бардық. Сол Мәжліс кітапханасында 300 мыңға жуық қолжазба бар. Сол жерде бір ақсақал отыр екен, содан сұрадық. Бұл қолжазбалардың ішінде түркі халықтарының тарихына қатысты, жазба мұрасына қатысты қолжазбалар бар ма десек, айтады, оны білмейміз, себебі біз 150 мың, жартысын қана енді бұны тізбектеп болдық, жаңа картотека жасап, қалғанын әлі біз ар жақта не отқаны белгісіз деп. Сонда бір қолжазбаға тапсырыс бердім, Құдайдың несі шығар, ол қолжазба емес, шатасы басқа бір қолжазбаны алып келді. Сөйтсем, ол Әмин Ахмад Разидің Хафт иқлим, 7 материк, 7 құрлық туралы қолжазбасы екен. Сол қолжазбаның ішінде сол 6 құрлыққа бөледі жалпы әлемді. Соның 6-шы құрлығына осы мына неден бастап Маураннахр менен Дешті Қыпшақтағы қалалардың аттарын береді. Енді біздің назарымызды аударған сондана Фараб дегені болды. Фараб енді барлығымыз білеміз. Отырар. Бірақ мұнан басын ашып алу керек. Жалпы біз кейде айтамыз ғой, бір ғана Фарабидан 30-дан аса ғалым шықты деп. Ал енді орта ғасырда қарасаңыз, Фараб деген 4-5 жерде болған. Біреуі сол мына Отырардағы Фараб, екіншісі мына Тәжікстанда Фараб, мына Фараб болса, мына Фараб, сосын Ауғанстанда Фариаб, сосын Иранның Исфахан деген жерінде Фараб, сосын табір Фарраб деген жер бар. Кейде кейбір ғалымдар айтады, біз 30-дан асты деп жүрген фарабилердің біразы әр қаладан болуы мүмкін деп, тіпті бір ғылыми жұмыста қорғалды. Басында Фарабимен баста бұл Фараби болып шыққан кездері де болған. Ал енді біз салатын болсақ, осыдан 3-4-5 жыл бұрын Әл-Фарабидің 1150 жылдығын тойлаған уақытта Иран секілді елдер ол неге қосылған жоқ. Себебі олар Фарабты бізден шыққан деп есептейді. Ал енді мен бұны не үшін айтып отырмын? Жаңа Ахмед Разидің Хафт иқлим дейтін еңбегі бұл 1594 жылы жазылған. Сол еңбекте айтады, Фараб дейді, Балайы Шаш дейді, яғни Шаш деген Ташкент қой. Шаштың жоғары жағында нәздіктер Балады Сағун қаласына жақын жерде орналасқан дейді. Сөйтеді, енді ана жерде бір қатене береді. Мәсхабы ұстанған несі Шафиғи дейді. Енді оны былай түсіну керек. Енді ол қаншалықты дерек болғанымен де ол жерде ол несі ол Сефевиттер тұсында жазылған қолжазба. Сефевиттер Шах Исмаил Хатайдың билікке келуімен 1503-1504 жылдары шиизм мемлекеттік дін болып жарияланғанда, мына жақтың барлығын олар ахлі сунна, ахлі тасанна деп қарайды. Ол ішінде ханбалисін ба, жаңағыдай ханафисін ба, шафиисін назар аудармаған, сондықтан ол жерде Шафиғи мазхабын ұстанады деп қате ақпарат кеткен. Бірақ бұл жерде бізді назар аударған нәрсе сол жерде жазады. Жаңағы парсының тарихшысына жазады. Сол Фарабтан дейді әлемге белгілі ғалым Абу Насыр Мұхаммад Әл-Фараби ат-Турки шыққан дейді. Ол дейді әлемде 4 атақты ғалым өткен дейді. Бірінші хакім дейді. Бізден хакім Абай дейміз ғой. 4 хакім шыққан. Соның біреуі Лұқман хакім дейді, екінші Арасту дейді. Ал енді соның бірі Әл-Фараби деп. Сөйтіп сондай деректер келтіреді. Кейін біз сол деректерді алып Иран ғалымдарының өздеріне көрсеттік. Сіздер Фараби бізден шыққан дейсіздер. Мына сол Хафт иқлимнің өзінде тұр ғой. Сіздердің бабаларыңыз 1594-те жазған өзінде Фарабты көрсетеді. Ол ана Фараб емес, Фарраб емес, Фариаб емес Ауғанстандағы. Баласағұнға жақын деп жазып қойған. Баласағұнға жақын, Ташкенттің жоғары жағында деп тұр. Әрине ол жақтан қарасаңыз, Шаштың жоғары жағында шәуілдірмен. Бүгін шәуілдір ғой, Ташкент жоғары жағында тұр. Міне сол жерде сіздің бабаларыңыз жазып кеткен дегенде олар ол жерде жаңағыдай үнсіз қалатын жерлері бар. Ал енді сол ненің ішінде жаңа көне қалаларды сұрап жатсыз ғой, сол қолжазбаның ішінде Таразды айтады.
Тараз бұл ғұламалар мекені дейді. Сол 16 ғасырдың несінің өзінде қолжазбада Тараз ғұламалар мекен деп Иә, жазылып тұр. ол жерден көптеген ғалымдар шыққан, Тараз ғұламалар мекенде бір ақ ауыз сөзбенен берген. Енді жаңа неде тағы да келеді ана Абу Насыр әл-Фарабидің несіне қатысты айтатында кімнің Ибн Сина айтады, мен балағат ілімін, көркем сөз өнерін еш түсінбей жүр едім, әл-Фарабидің трактаттарын оқығаннан кейіннен бастап түсіне бастадым да осы қолжазбаның ішінде келетін жағдайлары бар. Енді бұны біз не үшін айтып отырмыз? Осы секілді дүниелер жағрафиялық тұрғыдан жазылған, тарихнамалық тұрғыдан берілген, сондай қолжазбалар парсы тілінде өте көп. Олардың көбісі әлі ғылыми айналымға да енген жоқ. Біздегі мына қарағандықтар кезеңі болмаса да, кейінгі мына Жошы ұлысына қатысты, Қазақ хандығына қатысты кезеңдердегі негізгі мәліметтер сонда сақталған. Ал енді біздің көне тарихтарымыз саналатын сығанағымыз болсын, жаңағыдай сарайымыз болсын, сондай-ақ Жент болсын, Итқан болсын, Иқан Түркістанның жанындағы, Хузиян дегеніміз ол жаңағыдай не Тұрбат, Қазғұрттың ар жағындағы, Сариян болсын, Тараз, осы секілді дүниенің барлығы сол жерде келтіреді. Сондай-ақ Худудул Алам дейтін тағы бір еңбек бар. Худудул Аламда да Маураннахрмен бірге Дешті Қыпшақтағы қалалар туралы негізгі мәліметтерді беріп отырады. И жай ғана мәліметтерді ғана бермейді, ол жерде сол кейбіреуінде сол қаланың тұрғындары, олардың ұстанатын діні, мазхабы, қандай кәсіппенге көбірек айналысады, солар туралы да тоқ мәлімет берілген жерлері бар. Сөйлеп барған сол осы қалалар туралы мәліметтер берген кезде жер суаттармен бірге сол жердегі халықтың атаулары да берілген ба? Нақты мысалы түркілер, қыпшақтар деген сияқты. Оларды да айтады. Ол қазір есімде жоқ, но бір кейбір нелерінде жаңағыдай қаланы айтады, қай жерде орналасқан. Сосын екінші болып олардың ұстанатын діні, негізінен қай халық тұрады. Сондықтан олардың кәсібі қай неге бағытталған, осылар туралы мәлімет береді. Мәліметтердің бар. Парсы тілінде қолжазбалар да бар. Ал енді біз көбінесе айтамыз ғой, орта ғасырда бұл ғылымның тілі араб тілі болды, поэзия тілі парсы тілі болды. Кейіннен бірақ мына Әлишер Науаилардың шығуымен түркі жазба тілі, біз шағатай тілі дейміз, ол да ғылымның тіліне айналды. Ал енді біз айтар едік, парсы тілі поэзия тілінен бөлек тарихи жазба жәдігерлердің де тілі. Мысалы, бәріміз білетін Жәмият Тауарих еңбегі, себебі кейінгі жазылған тарихи ескерткіш жәдігерлердің негізгі бөлігі Алтын Ордаға қатысты мәліметтерді бергенде соны басты дерек көзі ретінде алып отырған. Сондықтан біз айтар едік, бұл парсы тілі тек қана ол поэзияның тілі емес, жалпы тарихтың тілі дейтін ек. Сол жерде көптеген дерек бар. Осы жерде сізге тағы бір сұрақ. Осы парсы тілінен біздің тарихқа байланысты қаншадай кітаптар аударылды осы күнге дейін? Және осымен айналысып жатқан ғалымдар бар ма бізде бүгінгі таңда? Енді ол парсы тілінен көп аударылған жоқ. Бір аударылса бір 10% ғана аударылған шығар. Себебі мысалы айтсақ, біз айтамыз Геродот тарихтың атасы дейміз, ал енді ислам тарихшылар айтады, тарихшылардың атасы Табари дейді. Табаридің 30 томдығы бар. Ол сонау ол адам атадан бастап өз өмір сүрген кезеңге дейінгі тарихтың барлығын жазып шыққан. Ал сол неге Табариді аудармасқа? Себебі Табариге көп адам сілтеме жасай бермейді. Сондай-ақ енді ол Табари тарих ол араб тілінде жазылған. Сосын Байхақи бар, Тарихнаме Бәл-Әми бар. Ол 2 том болса да, онда біраз мәліметтер қамтылған. Біздің тарихқа қатысты. Оның ішінде әрине ол таза біздікін жазбайды, бір жанама түрде нелері бар. Ал енді бұл тарихпен бүгінде айналысатын ғалымдар саусақпен санарлық қана, себебі бұл шығыс тілін, соның ішінде парсы тілін білу керек. Соны түпнұсқадан оқып, бүгінгі біздің тілге аударатын мамандар ол аз. Саусақпен санарлық қана. Мен білетін 1-2 ғылым доктор, 1-2 ғылым кандидаты ғана бар. Қалғандары, олардың өздері де ол аудармаға кейіннен келгендер. Бір ғалымыз бар, кандидат жұмысын филологиядан қорқап, кейін
докторлығында қорғап, кейін тарихи еңбектері қарай бейімделген деген секілді. Сондықтан негізгі тарихшы мамандарымыз осы араб тілі немесе парсы тілі, ең жоқ дегенде түркі шағатай тілін терең білсе таза түпнұсқаға, деректерге ол жеткізетіндігі анық. Мынау жерұйық концепциясы мен оның қазақ халқының мемлекеттілігі, этникалық тарихындағы орны мен маңызы қандай? Осы жерұйыққа байланысты қандай көне қала, өзен, тау атаулары, этникалық бірегейлікпен байланысы бар ма? Әрине, ол жерұйық дегеніміз бұл әр халықтың өзінің жерұйығы болады. Жерұйық дегенде былайша айтқан уақытта ол халықтардың өзінің қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған тыныш заманда өмір сүру несі. Бізден жерұйықты көбінесе Асан қайғымен байланыстырып жатады, енді Асан қайғыға қатысты да оның кейбір нелеріміз бар, мына Хасан ибн Сәбитпен, себеп Сәбиттің баласы тіпті пайғамбар замандағы Хасан ибн Сәбитпен байланыстырып жататындары да бар. Бірақ енді ол тіптен енді ағаттық нәрсе. Бірақ біздің қазіргі Асан қайғының сол Алтын Орданың соңғы кезеңі, қазақ хандығының басында өмір сүргендігі, бүкіл қазақ даласын шарлап жерұйық іздегендігі, сондай бір аңыз-әпсаналар негізінде айтылып жатады. Енді жерұйық әркімнің туған жері өзіне жерұйық, ол онда ыстық, өзіне жақын ыстық болып көрінеді. Ал енді Асан қайғыдағы жаңағы біз жерұйықты біз жері шұрайлы, мал баққанға жайлы, табиғаты керемет. Сондай-ақ ол жерде бір белгілі бір деңгейде қоғамда бір тәртіптің, жүйенің болуы жағын ол іздеген. Ол мүмкін ол Алатау болар, мүмкін ол Сарыарқа болар, Жетісу болар. Мысалы айтсақ, жерұйық деген ол жалпы әркімнің өзінің жерұйығы, туған жері дедік қой. Сол секілді сол жерұйықта Асан қайғы өзінше іздеді. Сондықтан да ол кейбір деректерде барлық жерге барып шыққан. Мысалы айтсақ, Жиделі Байсынға барған. Айтады, мына жер керемет екен, атқа ерттеп салсам, әттең атым көтер алмайды дейді. Сосын Түркістанға барады, Яссыға барады да, бір қарысы бір тұтам жер екен, жері сорлы, жұрты да сорлы екен деп бір сын айтып кететін жерлері бар. Сонда Келестің бойына барған уақытта да жаңағыдай мына бір мөңірейтін, сиыр бағатын жер екен деген секілді айтатын жерлері бар. Енді ол жерұйықты осылай іздеген. Өйткенде жерұйық оның қай жері болды? Өзінің жерленген жері өзінің жерұйығы болып қалды. Жалпы бұл жерұйықтың несін іздеу орта ғасырлық жазба жәдігерлерде де бар. Ол жерде мысалы айтсақ, сіз Әл-Фарабидің Әл-Мәдинатул Фадила, қайырымды қала тұрғындары дейтін трактаты бар ғой, шығармасы бар. Ол да сол қайырымды қоғам, ізгілікті қоғамды іздейді. Асан қайғы сол ол көшпелілік неменен желмаяның үстінде жүріп несін іздеген болса, жерұйықты, Әл-Фараби жоқ, оны отырықшылық неден іздейді, ол жерұйықты әркім өзінше құралады. Ол үшін әділ патша болу керек, оның орынбасары да әділ болу керек. Сол әділетті қоғамда ізгі қоғам орнайды. Кәдімгі қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман болады деп келтіреді. Ал енді Әл-Фарабиде олдан бөлек, қайырымды қала, ізгі қаладан бөлек, қалалар бірнеше топтарға бөледі. Мансапқорлар қаласы дейді. Ол қалада тек қана мансап үшін өмір сүретіндері болады дейді. Пайда күнемдер қаласы дейтін тағы бір қала болады дейді. Ол жерде тек қана қоғам тек сауда саттыққа бір-бірін неге құрылған дейді. Сосын алаяқтар қаласы дейтін де қала болады дейді. Бірін-бірін қалайда алдап, ақша табу жағына. Осы секілді қалаларды барлығын атын атап өтеді. Соның үшін ең ізгісі, ең жақсы қайырымды қала. Қайырымды қаланы алады. Бұл енді Әл-Фараби бұл 8-9 ғасырда десек, соның арада 15 ғасырларда біздің Асан қайғымыз соның қазақ даласынан сондай бір орта іздеді, кәдімгі жерұйық дегендей. Сондықтан жерұйыққа қатысты нелер көп. Ол қай өңір, қай жер деп ешкім нақты басып айта алмайды. Әрине себебі Асан қайғы мынау Еділ Бұлғардан бастап көп жерді аралап шықты. Бірақ әркімнің өзінің туған жері өзіне жерұйық. Ол қайғы жерұйық болады? Қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заманда кәдімгі тыныш өмір болса, сол жер ұйық.
мына Жүсіп баласағұнның еңбегінде де Әрине. тура осы мәселе айтылады емес айтылады, қамтылады. Жүсіп баласының құтты білігінде де осы мәселені көтереді. әділдік орнаған жерде Иә, қасқыр қойға шаппайды деген Әрине, сындарды келтіреді. Адам тұрмақ деп, иә. әрине. Енді Жүсіп баласағұн еңбегі сол 11 ғасыр ғой, 1000 жылдардың ортасы. Сол кезде жазылған. Ең алғаш, және бұның Жүсіп баласағұнның бұл еңбегі біздің түркі әдеби тіліндегі ең алғаш шығарма осы шығарма. Түркі тіліндегі. Түркі тіліндегі. Себебі біз ана көне түркі руналықтан ажырап қалғаннан кейін ислам діні келді. Ислам діні келгеннен кейін ғылым бірден дами қойған жоқ қой. Себебі біз шартты түрде 8 ғасыр деп алсақ, ана құтты білікке дейін арада 2-3 ғасыр бар. Парсылар оны өздерінде 2 ғасыр үнсіздік деген, бізде ол 3 ғасыр үнсіздік болады. Сонда бірінші болып жазылған шығарма осы. Әрине құтты біліктен кейін арада 3-4 жылдан кейін Махмад Қашқардың Диван лұғаты түркі жазылған. Ал енді құтты білікте ол жаңа күн тоғуда, ай тоғуда, мысалы 4 кейіпкерді алып бір-біріменен сұхбаттастыруы, соның негізінде құтты билік, құтты қоғам орнату, биліктің нәтижесінде сол құтты қоғам, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман, Әл-Фарабиде қайырымды қала тұрғындары секілді. Жалпы мынаны да қарау керек. Жалпы жерұйық болсын, ол ұйық. Әл-Фарабидегі қала, ол қалада шартты түрде. Ол қоғам, отбасы, аудан, қала, облыс, мемлекет. Себебі ол кезде қала түрінде береді. Мәдина себебі мына отырықшы не бойынша өркениет қайда пайда болады, қалада пайда болады. Себебі мәдениет деген сөздің түбірі де Мәдинаден шығады, түбірі бір қала дегеннен шығады. Сөйтеді Әл-Фараби сол қала деп алуының мақсаты сол. Ал енді Асан Қайғының жерұйық деп атауы, ол көшпелі қоғамдағы бір қазақтың батысы мен шығысын, оңтүстігі мен солтүстігін шарлап жүріп бір жанға жайлы мекен іздеуі. Сөйтіп әр жерге қатысты Асан Қайғы айтты деген дейтін, әр елдің өзінің бір, ол кісінің бір суға, тауға, жайылымға қатысты айтқан не қанат сөздері бар, сол әр жерге біртіндеп сіңіп қалған. Жаңа біз 1-2 ғана келтірдік қой. Осы секілді дүниелер бар. Екінші, тағы бір мәселе болады, мына қоғамда кейде адам өзінің іздеген дүниесін, өзінің айтқысы келген дүниесін тарихта ұлғы тұлғалардың атынан да айтатын кездер болады. Солардың атынан шығып жататын тұстары болады. Сол жағына да назар аударған тұрыз. Біз енді бұл Асан Қайғыны бүкіл Қазақстан территориясының бүкіл кейбір деректерде 100 жылдан аса өмір сүргендігін айтады. Барлығын шарлап шықты дегенге біз мүмкін сыни көзбен де қарайтын шығармыз. Бірақ ол бармаған жерлерде кейбір халықтар өздерінің былай сыни көзбен қарап, өзі айтып, кейін Асан Қайғының атынан айтып жіберетін кездері де болады. Қысқаша айтқанда жерұйық әркімнің өзінің туған жері, отаны, мекені, сол өзінің жерұйығы.